Сенбі күні таңғы сағат 6-ға дейін аз уақыт қалғанда Индонезияның Флорес аралында магнитудасы 7,7 балдық қуатты жер сілкінісі болды. Қаза тапқандар саны артып келеді. Соңғы мәлімет бойынша жер сілкінісінен 50-ден астам адам қаза тапты. Құтқару топтары аман қалғандарды іздеуді жалғастырып жатыр. Олар көшкін салдарынан жабылған жолдарды тазалап, үйінділердің астында қалып қойған адамдарға жетуге тырысуда. Төтенше жағдай кезінде жүргізіліп жатқан құтқару жұмыстарына 3 тікұшақ пен 1 құтқару қайығы жұмырылды. Сонымен қатар шамамен 5000 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Жер сілкінісімен одан кейін болған 341 қайталама дүмпу салдарынан 1300-ден астам үй және басқа да ғимарат зақым алды. Жер бетінің 15 шақырым тереңдігінде болған алғашқы магнитудасы 7,7 балдық жер сілкінісі Индонезияда 2022 жылдан бергі адам шығыны ең көп болған жер сілкінісі. Одан кейін Индонезияның басқа аймағында магнитудасы 6,9 балдық екінші жер сілкінісі тіркелді. Бұл соңғы есеп бойынша берілген мәлімет.